Саламатсыздар ма? Мен Түркістан облысы Арыс қаласындағы нөмір 17 колледждің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Әбдімұратова Гүлмира Жаңабайқызы. Менің баяндамамның тақырыбы Абай 175 жол жөнекей жолығатын жан емес. Абайды таныту арқылы әлемге қазақ елін танытамыз. Абай әрқашан біздің ұлттық ұранымыз болуға тиіс, деген тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Олай болса, Абайды тану, елді тану, халықты тану болып табылады. Мұхтар Әуезовтің Абай мұрасын ғылыми тұрғыдан танып білу жолында жарты ғасырға таяу толассыз ізденіс үстінде туған көп салалы ғылыми зерттеу еңбектері абайтанудың қолы жетпес заңғар биігіне айналып отыр. Бұл еңбектердің нәтижесінде Мұхтар Әуезов қазақ әдебиеті тарихын іргелі көрнекті саласы, абайтанудың негізін салушы, әрі ол мұраны ғылыми творчестволық жолмен бүкіл әлем халқына таныту арқылы әдебиеттану саласында қайталанбас дарынды тұлға ретінде танылып, мойындалды. Абай мұрасын терең бойлай танып білу, насихаттау жайында атқарған ұлан ғайыр еңбегі қазақ әдебиеті тарихында теңдесі жоқ ұлттың рухани қазыналы байлығына айналып та үлгерді. 50 жылдар ішіндегі зерттеулерде Мұхтар Әуезов Абай мұрасы жайында кейбір талас тудырған күрделі мәселелерге көңіл аудара бастады. Әсіресе Абайдың әдеби мектебі немесе Абайдың шәкірт ақындары туралы қолдан қоздырылған, бірақ ғылыми ойдан тыс, саяси идеологиялық мақсат көздеген теріс бағыттағы ой танымдары мен пікір таластырып, өз көзқарасын қорғау жолында күреске түсті. Ұтыстар мен ұтылыстар болып жатты. Бұл салада күресте ақыры шындық жеңді, бірақ кешігіп келді. Мұхтар Әуезовтің абайтану тарихындағы орны мен сол жолда жазылған ғылыми зерттеу еңбектері жайында осы жолда автор тарапынан 1982 жылы ғылым баспасына Мұхтар Әуезов және абайтану проблемалары деген көлемді монографиясында қамтылған болатын. Мұхтар Әуезовтің абайтану тарихындағы орны мен сол жолда жазылған ғылыми зерттеу еңбектері жайында осы жолда автор тарапынан 1982 жылы ғылым баспасына Мұхтар Әуезов және абайтану проблемалары деген көлемді монографиясында қамтылған болатын. Абай шығармаларын тереңіне үңіліп, зерделей зерттеген ұлт мақтаныштарының бірі Қайым Мұхамедханұлы. Ол абайтану мектебінің негізгі қалаушыларының бірі, шәкәрім танушы және шәкәрім шығармаларын алғашқы насихаттаушыларының бірі, әрі жарыққа шығарушы, мұхтар танушы, ақын, жазушы драматург, аудармашы, қазақ әдебиеті тарихы мен теориясының терең білетін ғалым, Абай, шәкәрім, мұхтар шығармашылықтарының білгір маманы, нағыз энциклопедист ғалым. Көрнекті абайтанушы ғалым Қайым Мұхамедхановтың Абай текстологиясын зерттеу жайын қарастырды. Қайым Мұхамедхановтың Абай өлеңдерінің жинағын, Абай мұрасының жазылу, басылу тарихын, ұлы ақын шығармаларының текстологиясын зерттеу ісіндегі жаңа ізденістерін баяндайды. Сонымен қатар, аталмыш мақалада қазақ әдебиетінде кенжелеп қалған текстология ғылымының қалыптасу, даму тарихы, теориялық әдістемелік негіздері сөз болады. Қайым Мұхамедхановтың абайтанудағы ғылыми тұжырымдары мен пайымдаулары жайлы көрнекті қазақ ғылымдарының көзқарастары талданады. Сондай-ақ автор мақалада абайтанудың білгірі Қайым Мұхамедхановтың ұстазы, ғұлама ғалым Мұхтар Әуезов пен рухани жақындығы, ұстаз бен шәкірттің қарым-қатынасына назар аударады. Мұхтар Әуезовтің абайтану ғылымының іргетасын қалаудағы ұстаздық бағыт-бағдары мен мақсат міндеттері және Қайым Мұхамедхановтың ғалымдық парасат пайымы жан-жақтан баяндалады. Қайым Мұхамедханұлы өмір бойы Абай текстінің дәлдігін қадағалап, қолынан келгенше бір әріптің бұрмалануына жол бермеуге тырысты. Ал уақыт пен қоршаған орта өз таңбасын қалдырмай қойған жоқ. 2 томдық шыққаннан соң да өзінің сөзінің өтпегеніне Қайым Мұхамедханов қынжылып талай айтып еді. 250 сөзді түзеттім, 120 сөзге түсінік жаздым. Бірақ баспаға берген кезде өздерінше түзеткен деп қиналатын дейді. Қайымның алғашқы жұмысы
Көкбайдың 10 шақты өлеңін, Сабалақ атты Абылайхан туралы дастанының, әріптің өлеңдерін жинаудан басталады. Шынайы мейірлі қалпымен абайтану ғылымын зерттеуге бет түзеген зерттеуші ғалым Әуезов аманатын ақтады. Ұлы жазушы тапсырған бұл міндетті барлық ынта жігерін сала отырып, нағыз ғалым ретінде атқара білді. Алайда, абайтану саласының осы бір өзекті жағы Қызыл империяның жалынына шарпыла берді. Сол кездегі советтендірілген орта Абайдың өзін тануға құлқысыз болады. Абайдың әдебиет мектебін, оның ақындық мектебін тұншықтыруға бағыт алды. Қандай да бір қарсылыққа қарамастан, Қаранардай қайыспас тұлға Қайым Мұхамедханов 1939 жылы Абайдың ақындық мектебі деген еңбегін жариялады. Дәл осы аталған тақырыпта Әуезовтың жетекшілігімен 1951 жылы кандидаттық диссертация қорғады. Ғалым Абайдың сабырсыз, арсыз, еріншек, көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да, сегіз аяқ, қан сонарда, сап-сап көңілім, тағы басқа көптеген өлеңдерінің текстологиясымен қатар, кімге арналғаны, қайда шыққанының тарихында нақтылы, тың тұжырымдар арқылы дәлелдейді. Қазақ әдебиеті тарихындағы абайтану ғылымының келесі мәселесі. Абайдың әдеби мектебі, Абайдың ұлы Ақылбайдың Дағыстан, Зұлыс, Мағауияның Медет Қасым, Еңлік Кебек, Әубәкір мен Әріптің шығармашылық өміріне арналған шығармалары, Абай ақын шығармаларының текстологиясы, Абай шығармаларына ғылыми түсініктер, Абайдың жаңадан табылған өлеңдері, Абайдың ақын шәкірттерінің қатарына әдебиетші тұңғыш рет Ақылбай Абайұлы Құнанбаев, Мағауия Абайұлы Құнанбаев, Әсет Найманбаев, Әріп Тәңірбергенов, Көкбай Жанатаевтарды, ал диссертацияға қосымша ретінде Халиолла Өскенбаев, Кәкітай Ысқақұлы, Мұхамеджан Майбасаров, Бейсенбай Жәнебеков, Баймағамбет Мырзаханов, Мұха Әділхановтарды енгізді. Қайым Мұхамедханов Абайдың бұрын белгісіз болып келген 6 өлеңін тауып, 1945 жылы жинаққа енгізді. Абай қайтыс болғаннан кейін, оның әдеби мұрасын халықтық тұрғыдан бағалап, қолдан келгенше аянбай әрекет еткен қайраткерлер болды. Абай мұрасын тануда, бағалауда өзіне тән үлес қосқан Әлихан Бөкейханов, Зейнелғабиден Ибн Әміре, Әл-Жаухари, Әл-Омскауи, Кәкітай Ысқақов, Торайғыров, Әбішұлы сияқты революцияға дейінгі қазақ қауымының қоғамдық ой санасының демократиялық ағартушылық бағытындағы интеллигенттер тобы еді. Абай шығармаларын баспа арқылы насихаттаушылардың бірі Зейнелғабиден. Ол Абайдың бір топ өлеңдер топтамасын Кәкітайдан бұрын жариялап, Абай жөнінде арнайы пікір көтеріп, ақын мұрасымен туысқан татар халқын таныстыруға әрекет етті. Оның насихат Қазақия деген еңбегі Кәкітай бастырған Абай шығармаларының алғашқы жинағынан бұрынырақ жарияланып, Абайды дұрыс тұрғыдан бағалаумен ерекшеленеді. Зейнелғабиден де Қазақстанның Ресейге қосылуын Шоқан, Ыбырай, Абай тұрғысынан бағалап, халықты мәдениетке тартудың жолы ағартушылық деп білгендіктен, адам баласы үшін қадірлі, қымбат нәрсе ақыл болып, сол ақырды жолға, басқышқа шығаратын нәрсе ғылым, өнер, мағруф болса керек деп бар өмірін хаттаумен өтті. Әдебиет тілдің тазалығы туралы принципті, күресті қазақ әдебиеті тарихында Абай бастады. Бұл күрестің арғы төркінін Абай қастерлеп өткен Жүсіп Баласағұн, Яссауи, ұлы Әлшер Науауи да жатыр. Әдебиет тілдің тазалығы үшін күрескен Абай дәстүрі Зейнелғабиден Торайғыров еңбектерінде одан әрі жалғастырылды. Зейнелғабиден түркі тілді халықтар ішінде таза сақталғаны, араласып көп өзгеріске ұшырағаны қазақ тілі деп айтуға жарайды деп қараған. Зейнелғабиден ақындықты үлкен өнер деп танып,
оның ұлылығы мен қасиеттілігіне орыстың ұлы ақыны Пушкинді үлгете сөйлейді. Өйткені орыстардың Пушкині қызметке шейін халық тілінде сөйлеп, тарихқа жазылуы, сол сөз өнердің құдіретіне байланысты деп біледі. Абайға да осы тұрғыдан қарап, оның ақындық өнерін аса жоғары бағалайды. Зейнелғабиден қазақтың тіл өнерін татар халқынан таныстыруды мақсат еткенде, Абай шығармаларын қазақ поэзиясының үлгісі ретінде ұсынып, оны қазақ поэзиясының ұшар шыңы ретінде таныды. Поэзияны Абай қойған талап тұрғысынан бағалауға тырысады. 1908 жылы Уақыт газетінің 388 санында жарияланған Абай Құнанбаев деген мақаланы біз Зейнелғабидендікі деп ойлаймыз. Қорыта айтқанда, Абай мұрасы қазақтың ең қасиетті қазынасы. Абай өзінің туған халқымен мәңгі бақи бірге жасайды. Ғасырлар бойы қалың елін, қазағын жаңа биіктерге, асқар тауларға, асуларға шақыра береді деп, тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Абаймен мақтануға, Абаймен қуануға тиіспіз. Ұлы ақын өз халқын өз халықтармен терезесі тең, өркендеген еркін халық ретінде көруді арман еткен еді. Абай мұрасы біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол ашатын қастерлі құндылық. Жалпы, өмірдің қай саласында да Абайдың ақылын алсақ, айтқанын істесек, ел ретінде еңселенеміз, мемлекет ретінде мұратқа жетеміз. Абай арманы, халық арманы. Халық арманы мен аманатын орындау жолында аянбағанымыз абзал. Абайдың өсиет өнегесі 21 ғасырдағы жаңа Қазақстанды осындай биіктерге жетелейді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.